Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге асқабақтан котлет жасаймыз. Өте дәмді болып шығады. Ешқандай ет және жұмыртқа қоспаймыз. Ол үшін тек қана 1 стакан су, жуа, асқабақ және манный крупа қажет. Ең алдымен жуаны майдалап турап аламыз. Мен жарты жуа салдым. Өз қалауыңызша 1 жуа салсаңыздар да болады. Одан соң асқабақты тазалап, жуып, осындай үккіштен өткіземіз. Достар, егерде менің каналыма жазылмаған болсаңыздар, жазылып қойыңдар. Неге барлық асқабақты осылай үккіштен шығарып алдық. Енді сковородканы отқа қойып, ішіне май құямыз. Сковородканы орташа отта қоямыз. Жуа саламыз. Сәл қызарғанша қуырып аламыз. Тұз саламыз. Жуа сәл қызарып, қуырылды. Енді үстіне асқабақты салып, оны да қуырып аламыз. Жақсылап араластырамыз. 10 минуттай қуырып аламыз. Асқабақ кішкене жұмсарды, одан кейін тұз саламыз. Өзіңізге ұнаған дәмдеуіштерді салсаңыз болады. Мен паприка және қара бұрыш салдым. Сарымсақтың бір тісшесін осылай үккіштен өткізіп салып жібердім. Жақсылап араластырамыз. Асты күйіп кетпеу керек. Енді 1 стакан су құямыз. Жақсылап араластырамыз. Манный крупаны саламыз. Оны да тындырмай осылай жақсылап араластырып отырамыз. Неге осылай қуырылып болды. Котлетті аунату үшін осылай ұн мен панировочный сухариді араластырып алдым. Енді котлеттерді дайындап бастаймыз. Ол үшін қолымызды сулап аламыз. Осылай қолымызбен котлет жасап бастаймыз. Көлемін өздеріңіздің қалауыңызша үлкен немесе кішілеу қылсаңыз болады. Кәдімгі котлетті қалай жасайсыз, солай жасай бересіңіз. Енді дайындап қойған қоспамызға аунатып аламыз. Барлық жерін жақсылап аунатып аламыз. Сонда котлеттеріміз қытырлақ болып шығады. Неге котлетіміз дайын болды. Барлығын солай жасаймыз. Менде 8 дана котлет шықты. Көлемін өздеріңіздің қалауыңызша үлкен немесе кішірек қылып жасасаңыз болады. Достар, менің каналымда етсіз, жұмыртқасыз, тек қана гречкадан жасалатын котлеттің рецептісі бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Жоғарыда ссылкасын қалдырып кетемін. Кіріп қарап көріңіздер. Әр котлетті жасағанда осылай қолымызды сулап отырамыз. Сонда қолымызға жабысып қалмайды. Неге барлық котлетті дайындап болдық. Енді сковородканы қыздырып, май құямыз. Қызғаннан кейін барлық котлеттерді қуырып аламыз. Қызарғанша жақсылап қуырып аламыз. Бір жағы піскеннен кейін екінші жағына аударамыз. Абайлап аудару керек. Себебі өте нәзік котлет.
Мінекей екі жағы да қызарып пісіп шықты. Оны қағаз майлық төселген ыдысқа қоямыз. Сонда котлеттеріміз майлы болып кетпейді. Екі жағы да қуырылып піскен. Енді қалған котлеттерді де дәл солай қуырып аламыз. Мінекей котлеттеріміз дайын болды. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз. Котлеттер өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Сырты қытырлақ, іші сондай жұмсақ. Өте дәмді котлеттер болады. Ас болсын.